Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі бағдарлама өте ерекше болғалы тұр. Себебі бүгінгі кейіпкер әлемде саусақпен санарлық болған адамның бірі. 100-ден аса соғыста қолбасшы болып, біреуінде де жауырыны жер иіскемеген. Атын естігенде жауы жаным аман болсын деп алдына тура келе алмаған, батыс пен шығыстың тарихында ерлігі алтын әріптермен жазылған аузы алты қарыс ұлы тұлға. Қияметке дейін келетін мұсылмандар уағыздарына ауыздарынан бір ел тастамайтын, сынбайтын алла қылыштарының бір қылышы. Я, дәл сіздер топшалап отырған сол ерекше сахаба Абу Сулейман Халид ибн Валид әл-Махзуми. Алла одан разы болсын. Хижреттен 30 жыл бұрын, милади 592 жылы, Меккедегі Құрайш көсемдерінің бірі, малы мыңғырған бай Валид ибн Мұғираның шаңырағында шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Бұл хабардан төбесі көкке жеткен Валид ұлының есімін Халид деп қояды. Анасы Любаба әс-Суғрада 62 тамыры босап, аман қалғандарына қатты қуанады. Халидтің анасы Любаба бинт әл-Харис, пайғамбарымыздың Алланың оған салауат сәлемдері болсын, хижреттен кейінгі әйелі болған Маймуна бинт әл-Харистің туған әпкесі. Құрайш әдетіне сай бала қуатты әрі тілі әдеби болып өсу үшін айналадағы ауылдық жерлерге емізілуге жіберілетін. Халид те солардың бірі болып, 5 жасына дейін ауылдың топырағынан нәр алып өседі. Бала күнінде шешек ауруына шалдығып, сол жақ бетінде тыртық болып ізі қалып қояды. Бала Халид жасындай жарқылдап, аттың құлағында ойнаған өте шапшаң әрі қырағы болып, өз қатарынан оқ бойы озып тұрады. Өзімен құрдас жас балдардың жүрісі сұйық болып жүргенде, бұл Халид жарғақ құлағы жастыққа темей 5 қаруын сайлап алып жаттығатын. Кәдімгідей болашақта бір ұлы іс Халидті күтіп тұрғандай. Жасы 17-ге толғанда Меккеде адамзаттың асылы Мұхаммедке, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, жаратушы тарапынан тура жол, ұлы мұғжиза Құран кәрім түседі. Құрайштың көп көсемдері пайғамбарды өтірікке шығарып, қорлаған кезде Халид ол нәрселерге қатты мән бермеді. Себебі үлкен жиналыстарда әкесі болғандықтан Халид кіре алмайтын. Әкесі әл-Валид ибн Мұғира Мұхаммедтің пайғамбарлығын есткен кезде, бұл қауымның ең абзалы болған мен қалыс қалып, қалайша Мұхаммедке уақи түседі? Немесе Таифтың құрметтісі Урва ибн Масуд әс-Сахафиге неге түспейді? Біз екеумізде екі қаланың абыройлы кісілеріміз ғой дейді. Сол кезде Алла тағала пайғамбарға Құранның мына аяттарын түсіреді. Сондай-ақ олар, бұл Құран мына екі шәһәрдің, Мекке мен Таиф, біріндегі бетке ұстар бір ұлыққа түсірілуі керек емес пе еді, десті. Уа Мұхаммед, сонда біреуді пайғамбарлыққа лайық көріп, енді біреуді лайық көрмейтіндей, Раббыңның рақымын үлестіру солардың енсінде ме екен? Бұған көз жұма қарап, Халидтің әкесі дұшпандығын жалғастыра берді. Тіпті кейде тығылып барып пайғамбардан Құранды тыңдап, іштей исламды қабылдағысы келетін. Бірақ билігінен айырылып қалам деген қорқыныш оны жібермейтін. Сондай күндердің бірінде Валид ибн Мұғира Құранды тыңдап, терең ойланып, Құрайш көсемдері отыратын мәжіліске келіп, Аллаға ант етейін, ана Мұхаммед айтып жүрген Құран шынымен де адамның да, жынның да сөз емес. Ондайды айтуға олардың шамасы жетпейді деп үйіне қарай кетіп қалады. Әлгі отырғандар төбелеріне жай түскендей шошып кетеді. Сонда Абу Жахил тұрып, мен оны қайта қатарымызға қосып алам. Не болса да көкем ғой деп үйіне барып Халидтің әкесіне, ей көкетайым, сені Мұхаммедтің үйінен тамақ жеп жүр деп Құрайш саған ақша жинап жатыр дегенде, Валид ашуланып мәжіліске қайта келеді де, сендер Мұхаммедті өтірікші дейсіңдер, өтірік айтқанын көріп педіңдер, ондай дейсіңдер, мұндай дейсіңдер, оның бәрі жала дейді де, бір кезде қайта ойланып тұрып қалады. Қабағын шытып, әлгі сөздерінен қайтадан шындығында ол адамдарды ажыратушы, сиқыршы,
оның айтып жүргендерінің бәрі сиқыр дейді. Сол кезде Алла тағала пайғамбарға Муддассир сүресінің мына бір аяттарын түсіреді. Ол ел алдында Құранның қадірін қалай кетірсем екен деп ойланып толғанды. Мұратына жету үшін не істеп, не қоятынын ойша есептеп, пішіп те қойды. Жаны жаһаннамға жеткір, айла шарғысын қалай есептеп, пішті десеңші. Әй, жаны жаһаннамға жеткір, айла шарғысын қалай есептеп, пішті десеңші. Содан соң маңызды бір нәрсені айтатындай, маңайындағы ел жұртқа маңғаздана көз жіберді. Артынша түнеріп, қабағын түйді. Содан кейін теріс айналды, һәм тәкәппарлығы ұстап, Құранның хақ екенін іштей біліп тұрса да, мойындағысы келмеді. Сөйтіп, бұл бар болғаны атам заманнан бері үйретіліп келген күшті сиқыр, басқа түк те емес. Бұл адамның сөзі, басқа түк те емес деді. Мен оны көп ұзамай-ақ шыжғырлып жансын деп сақарға тастаймын. Бұл Валид ибн Мұғира, пайғамбар Алланың оған салауат сәлемдері болсын, Мәдинаға хижрет еткеннен кейін Меккеде 95 жасында тобығының астындағы жарасының себебінен исламды қабылдамастан көз жұмады. Осылайша хижреттің 2-ші жылы Бәдір шайқасына мұсылмандарға қарсы Халидтің бауыры Валид ибн Валид шайқасқа келеді. Ал Халид бұл жорыққа қатыспайды. Бауыры сол шайқаста мұсылмандарға тұтқынға түсіп, Мәдинада қалып қояды. Оны құн төлеп босатып алуға Халид ибн Валид пен бауыры Хишам ибн Валид келеді де, Валидті тұтқынға алған сахаба Абдулла ибн Жахшқа сұрағанын беріп, Меккеге қарай босатып алып кетеді. Меккеге жеткеннен кейін бүкіл аманаттарын тапсырып, Халидтің бауыры Валид ибн Валид Мәдинаға исламды қабылдауға қайта кетеді. Ал Халид Меккеде қалып, келесі жылы болған Ухуд шайқасына меккелік мүшриктермен келіп, мұсылмандарды орасан зор шығынға ұшыратып, ойран топан шығарады. Ухуд жанындағы төбеге қандай жағдай болса да қозғалмаңдар деп, пайғамбар Алланың оған салауат сәлемдері болсын, 40-қа жуық садақшыны тағайындаған болатын. Алайда олар соғыс біткен екен деп төбеден түсіп кеткенде, қырағы Халид ибн Валид байқап қалып, Ухуд тауын айналып келіп, мұсылмандардың артқы шебінен соққы беріп, сол күні Халидтің асығы алшысынан түсіп, жеңіспен Меккеге оралады. Ал мұсылмандар пайғамбардың әміріне құлақ аспағандықтары себепті бұл шайқаста көп зиянға ұшырады. Тіпті пайғамбардың өзі жараланып, тісі сынып, бетіне темір кіріп кетеді. Арада бірнеше жыл өтіп, Худайбия келісімі орын алғаннан кейін Халидтің исламды қабылдаған Мәдинадағы бауыры Валид былай деп Халидке хат жазады. Ей Халид, менен пайғамбар Халид қайда деп сұрады. Мен Алла бір күні қатарымызға қосар дедім. Сонда пайғамбар, қалайша Халид сияқты жігіт исламнан бет бұрып жүр. Бойындағы қаһарын мұсылмандармен бірге кәпірлерге қарсы жұмсағанда өзі үшін жақсы болар еді. Оны біз өзгелерден бір саты жоғары қойған болар едік деді. Ей бауырым Халид, пайғамбар өзі саған осылай деп жатқан болса, қалайша мүмкіндігіңді жіберіп аласың? Тез кел жанымызға деп Меккеге қарай хатты жөнелтеді. Бұны оқыған Халидке кең дүние тарылғандай болып, жақсылап ақыл таразысына салып, белді бекем буып, исламды қабылдауға бет алады. Өзімен құрдас Абу Жахилдің баласы Икримаға қолқа салғанда, ол бас тартады. Болмағасын атына мініп, өзі кете береді. Жолда Құрайыштың аузын айға білеген асылдары Амр ибн Ас пен Осман ибн Талханы кездестіреді. Сөйтсе, ол екеуі де исламды қабылдауға жолға шыққан екен. Жүрегінің түгі бар 3 батырдың Мәдинаға кіріп келе жатқанын көргенде пайғамбар Алланың оған салауат сәлемдері болсын сахабаларына, бүгін Мекке сендерге ең қымбат асылдарын шығарып берді деген екен. Бұл хижреттің 8-ші жылы, пайғамбарлықтың 21-ші жылы болатын. Ал Халидтің жасы сол кезде 40-тың шамасында еді.
исламды қабылдай сала пайғамбар сахабалармен Меккені ашуға аттанады. Сол кезде пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, Халидке арабтар құдай тұтқан Ұзза есімді пұтты қиратуға бұйрық береді. Халид өздері бір кездері сыйынған Ұззаның жанына келіп, бүгін сенің тағдырың менің қолымда деп балтасымен мұрнын шауып тастайды да, әрі қарай дымын қалдырмай өз қолымен сындырады. Пайғамбар оның бұл ісіне разы болып, одан әрі қарай арабтың басқа тайпаларына қолбасшы етіп жорыққа аттандырады. Хунайн шайқасы күні жараланып қалғанда, пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, дем салып, емдеп, соғысты Халид одан әрі қарай жалғастырады. Бұл соғыстан босаған кезде пайғамбардың Шамға жіберген елші сахабасы Әл-Харис ибн Умайрды римдіктер тарапынан сайланған Бусраның әкімі Шурахбил ибн Амр өлтіріп тастағанда, пайғамбар 3000-дік әскер жасақтап Шам жеріне алғашқы жорыққа жібереді. Бұл шайқасқа 3 қолбасшы бірінен соң бір әскербасы етіп тағайындалады. Олар сахаба Зайд ибн Хариса, Жафар ибн Аби Талиб және Абдулла ибн Раваха еді. Егер бұл үшеуіне бірдеңе бола қалса, онда өздерің араларынан басшы сайлап алыңдар деп, пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, әскерді шығарып салады. Қазіргі Иордания жерінде орын алған бұл шайқаста 100 000-нан аса византиялыққа қарсы шайқас алаңында әлгі 3 сахаба да шәһид болады. Сол кезде мұсылмандар басшылықты Халид ибн Валидке ұсынады. Бұл соғысты көздерінен жастары мөлдіреп, жылап отырып, Мәдинадағы сахабаларына баяндап отырған пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, дәл қазір туды, Алла қылыштарының бір қылышы болған Халид ибн Валид алды деп қуанып кетеді. Соғыс тактикасын бит қабығынан биялай тоқығандай терең меңгерген Халид таң атысымен оң тараптағы әскерді сол жаққа, сол жақ тараптағы әскерді оң тарапқа ауыстырып майданға кіргенде, византиялықтар мыналарға жаңадан күш келді, кешегі әскер бүгін көрінбейді деп зәрезап болып шегінуге мәжбүр болады. Осы соғыста Халидтің қолында 9 қылыш сынып, тек йемендік қаруы ғана шыдап береді. Және ол мұсылмандардың көп бөлігін саны иін тірескен жаудан аман алып Мәдинаға оралады. Одан кейін оны пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, Дауматул Жандалға, Йеменге, Нажиранға және басқа да араб тайпаларының барлығына исламды тарату, немесе пайғамбарға қарсы шыққандардың сазайын тарттыру үшін қолбасшы қылып жібереді. Бірде Абу Хурайра пайғамбардың жанында отырғанда бір сахаба өтеді. Бұл кім Абу Хурайра дейді пайғамбар. Алланың оған салауат сәлемдері болсын. Сонда ол пәленше ғой дейді. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, қандай жақсы Алланың құлы дейді. Бір кезде жандарынан Халид ибн Валид өтіп еді, пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, Алланың бұл құлы Халид қандай керемет, ол Алла қылыштарының бір қылышы дейді. Халид бірде пайғамбармен бірге кіші қажылық жасағанда, умрадан соң пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, шашын алдыртып жатқанда кекіл шашын Халид ибн Валид келіп алып алады да дулығасына салып қояды. Және әр соғыста содан тәбәрік қылып шайқасқа аттанады. Және сол шайқастарынан Халид ибн Валид жеңіссіз оралмайтын. Осылайша исламды қабылдағаннан бастап, пайғамбар, Алланың оған салауат сәлемдері болсын, хижреттің 11-ші жылы дүниеден өткенге дейін аттан түспестен пайғамбардың әмірін бұлжытпай орындайды. 2 жылдан астам уақыт тек пайғамбардың арнайы тапсырмаларымен айналысқан Халидке пайғамбардың дүниеден өткендігі жайында хабар жеткенде көкірегі қарс айырылып, қатты қайғырып жылайды. Ал біз келесі бағдарламада оның әділетті халифалар кезіндегі ерен ерліктері мен жауды кердең басқан қиссалары жайында баяндайтын боламыз.